Темірбек Қожакеев қазақ халқының бір туар перзенттерінің бірі. Оның қаны буырқанып, бұрқанып, қайнап, тебіндеп, тегеуінде екпінмен ағатындай. Ол қиядан ат ойлап шығып, қисынын тауып, қамал бұзарлық қайраткерліктен. Шын мәнінде халық үшін еңіреп туған адал азамат. Халықшыл, текті тұлға. Профессор Қожакеев бар ғұмырын, қуат білімін, жинаған тергенін елдің бақыты үшін жұмсады. Сол жолда жаяу жүріп, тақтағы дәулерден де мың есе артық ұлағатты істер тындырды. Өйткені ол кісі іскер, талғампаз, ойшыл, байқампаз, болжампаз, көреген шын мәнінде халықшыл еді. Елдің, ұлттың, жердің жоғын жоқтауға турашыл, өткір, шешен, батыр болды. Ұлт ұрпаққа қамқоршы болуда кіршіксіз таза, адал да әділ еді. Жеке бастың қамынан көрі халқының, ұлтының, ұрпағының қамын ұлы бақыт, ұлы мәртебе, ұлы мақтаныш деп санады. Әл-Фараби атындағы ұлттық университет жалпы қазақ халқының мақтанышы ғой. Қазақ жастарын, қазақтың ұл қыздарын оқытып білім беріп, әртүрлі салада маман кадрлар шығаруда бұл жоғарғы оқу орнының орны ерекше. Сондықтан да бұл университетке ұлттық университет деп дербес өзінше көп мәселелерді шешетін университет деп атақ беруін өзі қажет нәрсе болды, керек нәрсе, дұрыс нәрсе болды деп білемін. Бұл университет менің өмірімнен үлкен орын алады. Бұл университетті мен екінші емдеуіме болады. Бұл университетке мен 1948 жылы 22 жасымда келдім. 5 жыл осы университеттің қабырғасында оқыдым. Осы университетте білім алдым, тәрбие алдым. Артынан осы университеттің оқытушысы болып қалдырылдым. Міне содан бері 53 жылдан бастап осы университетте міне 43 жыл болды ұстаздық қызмет істеп келе жатырмын. Осы уақыттың ішінде 10 мыңға тарта алдымнан шәкірттер өтті. Шәкірттерімнің көбі Қазақстанның түкпір-түкпірінде газет журналдарды істеп жатыр. Тағы бір мақтаныш ететін нәрсем, осы менің алдымнан бітірген шәкірттердің көбі мына президент аппаратында, мынау министрлер кабинетінде, анау жоғарғы советтің сессияларында жауапты қызметтерде жұмыс істеп жатыр. Осы университет жүріп, осындай іскер кадрлер, жоғарғы мамандығы бар журналистер даярлап, халықтың игілігі үшін, халықтың болашағы үшін, халықтың жақсылығы үшін қызмет етуге тәрбиелеп аттандырғаныма, солардың осындай халық игілігі үшін жұмыс істеп жатқанына өзім қуанып қоямын. Көп ойларға батамын. Халық алдында, үкімет алдында, Қазақ Республикасы алдында 50 жылға тарта қызмет етіп, осындай тірлік істеп, халқым үшін бірсыпыра пайда келтіргеніме, халқым үшін бірсыпыра еңбек сіңіргеніме өзімді ризалық сезіммен түсініп отырамын. Ащысы да, тәттісі де болды ғой. Енді ащысы да болды, тәттісі де болды. Осы университетте жүріп мен ғылым кандидаты болдым. Осы университетте жүріп доктор болдым, ғылым докторы. Осы университетте жүріп мен профессор болдым. Осы университеттің қоғамдық жұмыстарына белсене қатыстым. Осы университетте 15 жыл декан болдым. Осы университетте сонау 76 жылдан бері кафедра меңгерушісі болып істеймін. Осының бәрі мұның тәттілігі. Ал енді ащылығы дегенде оған университет кінәлі емес. Компартияның әлгі асыра сілтеушілігі кездерінде кейбір басбұзар, дәңгесе, кеудем қақ, алып соғар, елдің жағдайына қарамайтын, адамды түсінбейтін кейбір компартияның дөрекі жетекшілер басшылар болды. Анау Камалинов сияқты, анау Меңдібаев сияқты. Міне сондай адамдардың кесірінен
сондай адамдардың кесапатынан, сондай адамдардың жала жауынан біраз қуғын көріп, осы мына екінші үйімнен қуылғаным бар, қызметтен қуылғаным бар, партиядан шыққаным бар. Бірақ шындық еш уақытта шындықты тотпаспайды дейді. Сол шындық қайтып оралып, аға екеніміз дәлелденіп, қайтадан өзімнің ұяма, ұшқан ұяма, екінші үйіме келіп, тіршілік істеп атқаныма қайтадан міне 10 жылдың жүзі болып қалды. Тағдырыма риза. Қазақ халқының тарихы, мәдениеті, әдебиеті мен өнері жөніндегі энциклопедиялық білімі бар болатын. Темірбек Қожакеев терең ойлы ғалым. Қарымды қаламгер ғана емес, сонымен қатар шебер де ұлағатты ұстаз еді. Қайыр айтқанда профессор Қожакеевтің атқарған қызметі қазақ елінің мәртебесін биіктетіп, мерейін өсіруге бағытталған қызмет. Оқымысты педагогтың өмір тарихы, отан тарихымен, қазақ зиялылары тарихымен, республиканың жоғарғы мектеп өмірімен төркіндес. Дәрістерін тыңдағанда студент кезімізде ол кісінің өзінің ерекшелігі, ол өте талапшыл адам болды, қатал адам болды, бірақ әділдігі әр уақытта қатар жүретін. Кейде оның әкелік мейірімділігінде біз көрдік. Менің шәкірт ретінде менің осы аспирантураға қалуыма, ғылым жолына түсуіме тікелей ықпал еткен ұстаз осы Темірбек Қожакеев. Менің кандидаттық диссертацияның жетекшісі болғанда, аспирантурада 3 жылдық зерттеулеріме кеңес бергенде осы кісінің тікелей қолдауы, сондықтан да ол менің өмірдегі ең алғашқы ұстазым деп айтуға болады. Жаңа мектептен кейінгі Темірбек аға негізінен біздің факультеттегі өзіндік орны бар, журналистиканың қалыптасуына ықпал еткен өте феноменалдық үлкен тұлға. Оның орны әрқашанда бізге ыстық. Сондықтан да біз мынау факультет болып ақылдасып, соңғы 3 жылдың ішінде Қожакеев оқуларын өткізіп отырмыз. Және де бір ерекшелігі ол Қожакеев оқуларын біз дәстүрлі форматтан тыс жас ғалымдарға, студенттердің форумына айналдырып отырмыз. Яғни бұның өзі ол кісінің шәкірттерін қаншалықты сүйетіні, қаншалықты қолдайтыны, оның есімін ұмытпау, оның еңбектерін әр уақытта құрметтеу, оның салған журналистикадағы дәстүрлерін жаңарту мақсатында біз осы жаңағы жас тілшілер форумын өткізуді дәстүрге айналдырып, биыл да осы форум өзінің мінекей жаңағыдай өзінің дайындығы жүріп жатыр. Ол форумға бізге жылда өзі журналистика факультетінде оқып жүрген, немесе кафедрасында оқып жүрген республиканың түкпір-түкпірінен жұмыстар келеді. О темке, шын күлкінің король едің, әрқашан адалдықтың пароль едің, туғаннан тура жолдан тайған жоқсың, адам үшін күрескен арыл едің, күзетіп жүруші едің нұр алаңын, болған жоқ бұл тірлікте бұраланын, әділдікті қақ жарып айтушы едің, қашандағы естіліп тұрады әнін, аласа болсандағы биік едің, өз әнінді өзгеріп сүйіп едің, жағымпаздық жанына жат болатын, құйтырқы мінездерге күйіп едің, мақтанып көрсетушен білімінді, арқалап жүрдің үнсіз ірі мұнды, сатираның саптағы генералы, халқына арнап өттің тірлігінді. Шыныменен мұқ шегедің, нық шегедің, темірдей тәртіп сыйлап текшеледің, адамзатқа қарадың ар көзімен, мынау досым дұшпан деп екшемедің.